Жемқор болса жаман емес жоқ. Жемқорлық қарасаңыз, жемқор болып жүр. Бізде просто қор болып жатыр. Жемде жоқ. Енді көке өзін ойламаса, осылай жай өзін ойла, бірінші өзін тойдыру керек қой. Өзін ойлап, өзін тойдырып, қан қойғаннан кейін барып айналасың мүмкін не қылатын шығар. Алла сақтасын, мынау менің балам емес, сенің күйеуің ба? Баланы сен деп тәрбиелесек не болады сонда? Баланы sen деп емес, біз деп тәрбиелеуіміз керек. Мен жесем деп емес, біз жесек, елмен бірге жесек деп тәрбиелеуіміз керек. Біздің мақсатымыз отанды сатып баю емес, отанмен бірге баю емес па? Не айтып отырсың? Тәрбие тал бесіктен басталады дейді. Келешегіміз жарқын болу үшін адал ұрпақ тәрбиелеу біздің қолымызда. Маған дауыс беріңіздер де ұсыныңыз. Қалдыбай. Не айтсаң оны айт. Мына тамағым аға, мен жемеймін. Көке түсіндім. Жемесек жеме қойып, көке. Мен қазір барымда көршіме ақшасын бересіз ба? Ақшасын бересіз ба? Үйде тұра жүр. барлық нәрсені ақшаға сатып аламын деп ойлайсың ба? Ар ше, намыс ше, иман ше. Не айтып отыр ақшасын десіз? Жемен мен мына тамағым. Енді көке енді қуырып бәрін не қойды ғой енді адал болу үшін не істеймін қораз бен тауықтың арасында неге куәлігін алып келемін. Сен жай айтқанда түсесің ба? Мен айтып отырмын. Не айтсаң да бұл тамағың арам. Жарайды, түсіндім көке. Жемесек жеме қояйық. Бар да көкеме картошка қуырып берші. Бар, қорадан картошка әкеліп, картошка қуырып, картошка жейік болды. Балам бар, қорадан картошка мен пияз алып берші. Тоқта. Сен бармай қойшы. Тұрыңшы. Сен әкел. Ол бір нәрсе болып шығады. Өзің бар, алып берші, өзің құршы. Жақсы аға. Тоқташы. Сен де бармай қойшы. Керек жоқ. Керек емес. Сен барсың, ол бір нәрсе болып керек. Көке өзіңіз барыңыз. Өзіңіз бар, өзіңіздің қолыңызбен, өзіңізбен көріп тұрып, бүйтіп алып берші. Сен де ойлап қой. Қораны таппайды деп отырсың. Табамыз. Өзіңіз бар, алып кеп, өзіңіз қуырып, өзіңіз алып берші бәріміз. Ата сақалым аузыма түскен кезде жұмыртқа қуырайын, картошка қуырайын, бала бағайын, үй жинайын, тағы не істейсің? Келіңіз қуырып алып келсе тағы айтасыз ғой, ұрлықын қолынан жемейін деп айтасыз ғой кейін. Не үшін ұрлықы деп айтам мен келін? Енді кезінде мен ұрлап алып келген жоқпын ба? Үйленгенде алып қашып қой мен, ұрлап алып қашып қой. Сен үйленген жоқпыз ғой біз. Алып қашсаң, қалың малын төлеп, қуғыншысын жіберіп, ақшасын беріп, заңдастырып алған жоқпыз ба? Ой, заңдастырып ғана құлағыңызға не жетіп қырғын болдыңыз ба? Алып кетемін, қызымды беріңдер, алып кетемін, қырғын болдыңыз ба? Келін осы табалдырықты адал аттасын бер, қалың малын бер, ана sütін бер, қойын жылқысын бер, өзің астындағы қара қасқанды келін үшін берген жоқпын ба құдағың? Қара қасқан беріп жатқанда құдағыңыз айтыңыз, маған мал керек жоқ, маған стиралка беріңдер деп айтып отыр. Бәсі бұл ше, біреуге ұқсайды, кімге ұқсайды? Мен осы жерде тұрмын негізі. Ата келіңіз шай суып қалатын болды, ас суып қалатын болды. Ой, ас деп айтпай ақ қойшы, ас суып қалады деп. Қой сойып алса, қойдың басына келіп ұқсас, ас суып қалады деп, жұмыртқа деп айтасыз ғой. Үйті орынлама. Ас әкесе енді қырым болады жер бұл жерде. Лен тағайып, ас келеді деп қазір жымыр етіп. Давай, картошка қуып бер. Картошка жейік бол. Балам жүрші, алып берші. Саған не болды балам? Кімдерді тыңдап, не оқымысың сен өзің? Кішкен не қылысың? Байым дейсің ба, не істейін дейсің сен? Қанша байсаң да айнаға қара, сен түрін кедей.